Біздің жетекшілік сериямызға қош келдіңіз. Келесі сессияларда біз әй дәуірінде басқару ғана емес, жетекшілік етудің не екенін зерттейміз. Біз бәрін қалыптастыратын негізгі айырмашылықтан бастаймыз. Жетекшілік пен басқарудың айырмашылығы. Мен бұл айырмашылықты көрсететін сұрақ қоюға рұқсат етіңіз. Бір менеджер сұрайды, біз мұны қалай тиімдірек жасаймыз? Бір көшбасшы сұрайды, біз мұны мүлде жасауымыз керек пе? Екі сұрақ та маңызды, бірақ олар әртүрлі бағыттардан келеді. Басқару қазіргі парадигма шеңберінде оңтайландырады. Көшбасшылық парадигманы өзі сұрақ қалады. Бұл айырмашылық әй дәуірінде өте маңызды. Әй басқару тапсырмаларында оңтайландыру, жоспарлау, талдау, процесті жақсарту ерекше жақсы болуда. Жасанды интеллектінің істей алмайтыны бұл көшбасшылық, бағытты анықтау, мақсатты шабыттандыру, мағына жасау, не маңызды екенін шешу. Жасанды интеллект басқарудың көп бөлігін қолға алған сайын, адам көшбасшылығы одан сайын маңызды бола түседі. Мен ұйымдарда бірнеше 10 жылдықтар бойы жұмыс істегеннен кейін оны осылай түсіндім. Басқару бұл жүйелер туралы. Көшбасшылық бұл адамдар туралы. Басқару тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Көшбасшылық өзгерісті тудырады. Басқару қалай деп сұрайды. Көшбасшылық неліктен және не болар еді деп сұрайды. Бүгін біз 4 салаға тоқталамыз. Көшбасшылық пен басқарудың негізгі айырмашылықтары. Қашан көшбасшылық жасау керек, қашан басқару керек, жағдайлық көшбасшылық және екі қабілетті дамыту. Бірінші бөлім – негізгі айырмашылықтар. Басшылық пен басқару бұл әртүрлі қабілеттер, екеуі де қажет, жиі шатастырылады және сирек бір адамда тең дәрежеде болады. Классикалық айырмашылық. Уоррен Беннис оны есте қаларлықтай жеткізді. Менеджерлер дұрыс нәрселерді жасайды. Көшбасшылар дұрыс нәрселерді жасайды. Менеджерлер тиімділікке назар аударады, алдын ала шешілген нәрселерді жақсы орындауға. Көшбасшылар тиімділікке назар аударады, не істеу керектігін шешуге. Басқару жүйелер аясында жұмыс істейді. Менеджерлер бар жүйелерді, процестерді, құрылымдарды, мақсаттарды алып, оларды оңтайландырады. Олар ресурстарды бөледі, іс-шараларды үйлестіреді, анықталған шектер ішінде мәселелерді шешеді. Бұл құнды және қажетті жұмыс. Көшбасшылық жүйелерді құрады және өзгертеді. Көшбасшылар бар жүйелерге қарап сұрайды. Бұл дұрыс жүйе ме? Біз басқа нәрсе жасағанымыз жөн бе? Біз қандай болашақты құруымыз керек? Көшбасшылар бағытты өзгертеді, тек бағытты орындаумен шектелмейді. Міне мен үйренген бір қағида. Көшбасшылық бұл өрт сөндіру емес, әркімнің өз рөлінде гүлденіп, инновация жасауына мүмкіндік беретін құрылымды құру. Дағдарыс басқару көбінесе процестерді жетілдіру қажеттілігін білдіреді. Біз үйренуді және белсенді қатысуды тоқтатқанда, көшбасшылық тек дағдарыс басқаруына айналады. Нағыз көшбасшылық проактивті, реактивті емес. Менеджерлердің бағыныштылары бар. Көшбасшылардың ізбасарлары бар. Бұл семантикалық болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл терең мағынаға ие. Бағыныштылар лауазымдық күшке байланысты бағынады. Ізбасарлар көшбасшыға және көзқарасқа жеке байланыс негізінде міндеттеме алады. Бағыну транзакциялық, міндеттеме трансформациялық. Сұрау көшбасшылық практикасы. Көшбасшылар тоқтаусыз сұрақ қояды. Неге біз мұны осылай істейміз? Қандай болжамдар жасаймыз? Егер біз бәрін нөлден бастасақ, не істейтін едік? Бұл сұрау бағыты көшбасшылықты басқарудан ажыратады. Өйткені басқару әдетте негіздерді қабылдап, орындауды оңтайландырады. Екінші бөлім – қашан жетекшілік ету керек, қашан басқару керек? Екі қабілетте қажет. Әрқайсының қашан қажет екенін білу, даналық. Әртүрлі жағдайлар әртүрлі тәсілдерді қажет етеді. Тұрақты операциялар басқаруды қажет етеді. Стратегиялық өзгерістер көшбасшылықты қажет етеді. Күнделікті орындау басқаруды қажет етеді. Мәдениет трансформациясы көшбасшылықты қажет етеді. Сіздің жағдайыңыздың не қажет екенін біліңіз.
Көптеген ұйымдар жеткіліксіз басшылықпен және артық басқарумен жұмыс істейді. Бұл Питер Друкердің байқауы және бұл шындық болып қала берер. Ұйымдар басқаруға бейім, себебі бұл ыңғайлы, өлшенетін және бақылауға оңай. Бірақ созылмалы басқарма тапшылығы тоқырауға және ақырында сәтсіздікке әкеледі. Стартаптарға басқарудан гөрі көшбасшылық қажет. Бастапқы кезеңдерде бағыттау оңтайландырудан маңызды. Көрініс процестен маңызды. Сіз өнімірнің сәйкестігіне оңтайландыру арқылы жете алмайсыз. Сіз оған көшбасшылық етуіңіз керек. Көптеген стартаптар басқару режиміне ерте ауысу арқылы сәтсіздікке ұшырайды. Міне, Стэнфордта мен не үйрендім? Әр адамның рөлін білу үшін жауапкершіліктің анық шекараларын белгілеу бұл басқару. Бірақ содан кейін тек өрт сөндірумен айналысудың орнына инновация үшін уақытты босату бұл көшбасшылық. Мен әр адамның уақытының шамамен 15-ін жеке қызығушылық жобаларына немесе инновациялық эксперименттерге бөлдім. Біз ай сайын команданың мүшелері не істеп жатқанын бөлісетін презентациялар өткіздік. Бұл үздіксіз оқуды ынталандырды. Бұл достық бәсекелестік бізді инновация шекараларын кеңейтуге ынталандырды. Біз жаңа технологияларды ерте қабылдаушыларға айналдық. Басқару бөлімі анық рөлдер мен жауапкершілік көшбасшылық бөліміне инновация мен өсуге орын жасады. Екеуі де бірге жұмыс істеуі керек. Дағдарыс әдетте көшбасшылықты талап етеді. Күтпеген жағдайлар болғанда, жоспарлар жарамсыз болғанда көшбасшылық қажет. Біреу бағытты анықтап, мағына беріп, сенімділікті оятуы керек. Дағдарыс орындаушылар мен бағыт берушілер арасындағы айырмашылықты ашады. Жасанды интеллект дәуірінде бұл теңгерім өзгереді. Жасанды интеллект рутиналық басқаруды оптимизация, мониторинг, жоспарлау, талдау көптеп атқарады. Бұл адамдардың назарын жетекшілік қызметтерге босатады. Бағытты белгілеу, мәдениетті қалыптастыру, адамдарды дамыту, мағына жасау. Адамдар жетекші ретінде маңыздырақ болады. Менеджер ретінде қажеттілігі азаяды. Тиімді көшбасшылар өздерінің жетекшілік ететін адамдардың даму деңгейіне және жағдайдың талаптарына сәйкес өз тәсілдерін бейімдейді. Бұл түсінігімді қалыптастырған бір оқиғамен бөлісейін. Мен алғаш Америкаға келгенде ағылшын тілін өте нашар білетінмін. Колледжде ағылшын көп қажет болмайды деп ойлап, музыка пәнін таңдадым. Бірақ бір күні профессорымыз бізден 5 беттік эссе жазуды сұрады. Мен тіпті бір тұтас, мағыналы абзацта жаза алмадым. Мен тек бірнеше сөйлемді тапсырғанда, ол не болғанын сұрады. Мен түсіндіргеннен кейін ол мені таңғалдырды. Эсселеріңді корей тілінде жаз. Корей ағылшын сөздігін әкел. Әр сөзді маған аудар. Ол менің тілдік шектеулеріме қарамастан музыкаға деген шынайы бағалауымды көрді. Ол маған берді. Ағылшын тілін меңгергенім үшін емес, менің білімге деген құштарлығымды мойындаған үшін. Бұл менің жетекші принциптерімнің біріне айналды. Нағыз көшбасшылық әр адамның ерекше күшті және әлсіз жақтарын мойындауды қамтиды. Менің профессорым өз әдісін менің жағдайыма бейімдеді. Ол өз стандарттарын төмендетпеді. Ол бірдей мақсатқа жетудің басқа жолын тапты. Бұл жағдайға байланысты көшбасшылық. Херси мен Бланчард әзірлеген жағдайлық көшбасшылық моделі көшбасшылық стилін ізбасарлардың дайындық деңгейіне сәйкестендіруді ұсынады. Жасай алмайтын және жасамайтындарға директивті. Жасай алмайтын, бірақ жасайтындарға коучинг. Жасай алатын, бірақ жасамайтындарға қолдау. Жасай алатын және жасайтындарға делегаттау. Кіші жетістіктер сенімділікті қалыптастырады, ал бұл сенімділік автономияны дамытуға ықпал етеді. Мен жиі, егер біз бұны сынап көрсек не болады? Немесе егер біз оған басқа қырынан қарасақ не болады деген сұрақтарды қолданамын. Бұл зерттеуді ынталандыру үшін. Позитивті, құрылымды кері байланыс өте маңызды. Мен теріс сыннан аулақпын, ол сирек күн қосады. Мақсат адамдарды тәуелсіздікке жетелеу. Тәуекелге ашық болыңыз.
Кейде тәжірибесі аз, бірақ жоғары ынталы команда мүшесіне тәуекел жасау ұзақ мерзімді адалдық пен табысқа әкелуі мүмкін. Стэнфордта мен жұмыс барысында әлі үйреніп жүрген команда мүшелерін жалдадым. Менің логикам қарапайым болды. Егер олар бірге үйренуге және өсуге міндеттелсе, олар ұзақ уақыт бойы қалады. Сол алғашқы жалдаулардың көпшілері менімен 15-25 жыл бойы бірге болды. Жасанды интеллект даму теңдеуін өзгертеді. Жасанды интеллект оқу қолдауын көрсету, сұрақтарға жауап беру, пікір білдіру және дағдыларды дамытуға бағыт беру мүмкіндігін ұсынады. Бұл дамуды бұрын мүмкін болмаған тәсілдермен жеделдетеді. Көшбасшылар өз адамдарын тезірек дамыту үшін жасанды интеллектіні пайдалану керек. 4-ші бөлім – екі қабілетті дамыту. Басшылық пен басқару екеуі де үйренуге болады. Көптеген адамдардың біріне табиғи бейімділігі бар, бірақ екеуін де дамытуға болады. Көшбасшылық бұл оқу сапары. Нағыз көшбасшылық өмір бойы оқу мен үздіксіз жетілдіру негізінде қалыптасады. Өздігіңізді бар шекаралармен шектемеңіз. Керісінше, жолымызды үнемі қалыптастырып, өзгерістерді қабылдап, өз рөлдеріңізде жаңашылдық жасаңыз. Әр мүмкіндік, сіз оны мағыналы нәрсеге айналдыра алатын алаң. Табиғи бағдарын бағалаңыз. Сіз табиғи түрде оңтайландыруға немесе трансформацияға көбірек тартыласыз ба? Тиімділікке немесе мағынаға? Жүйелерге немесе адамдарға? Сіздің бейімділігіңізді түсіну, дамытуды қажет ететін нәрселерді анықтауға көмектеседі. Тәжірибе арқылы көшбасшылық дағдыларын дамыту. Көшбасшылық тәжірибесі арқылы дамиды. Бағытты белгілеу, белгісіз әсер ету, коалициялар құру, белгісіздікте навигация жасау мүмкіндіктерін іздеңіз. Іс-әрекет жасаудан басқа ештеңе жоқ. Сыйластық күштері бар командаларды құрыңыз. Аз адамдар басшылық пен басқаруда бірдей жоғары нәтиже көрсетеді. Екі қабілетте бар командаларды құрыңыз. Көреген басшыларға операциялық менеджерлер қажет. Детальдарға назар аударатын менеджерлерге шабыт беретін басшылар қажет. Дәстүрлі шекаралардан тыс ойлаңыз. 90-шы жылдары Феникс университетінде мен халықаралық деңгейде әзірлеушілерді жалдап 24 сағаттық даму циклін құрдым. Бір команда жұмыс істеп жатқанда, екінші команда демалды. Бұл сау бәсекелестікпен өзара оқуды қалыптастырды. Бұл басқару оптимизациясы емес еді. Бұл көшбасшылық ойлау бар нәрсені жақсартудан гөрі мүмкіндіктерді қайта ойлау. Мен таныған ең мықты көшбасшылардың ортақ бір қасиеті бар. Олар адамдардың ойлау тәсілін өзгертетін сұрақтар қояды. Олар тек жауаптарға ие емес, олар жаңа мүмкіндіктердің есігін ашатын сұрақтарға ие. Сұрақтар инновацияның бастау нүктесі. Оларсыз оқуда, дамуда тоқырайды. Жұмыс пен оқу өзара байланысты. Жұмыс пен оқу бір тұтас болғанда, бұл жеке және ұжымдық өсу үшін платформаға айналатын қуанышты, толықтырушы сапарды жасайды. Мен үшін жұмыс әрқашан оқу болды, ал оқу әрқашан қуаныш болды. Мен құрған платформа осындай. Оқытуыңызды тереңдетуге арналған ресурстар. Уоррен Беннис жазған «Көшбасшы болу», көшбасшылық дамуын зерттейтін классикалық еңбек. Кузис пен Пазнердің көшбасшылық сынағы зерттеуге негізделген тәжірибелерді ұсынады. Жан-жағымыздағы көшбасшыларды бақылап, олардың тиімділігін арттыратын нәрселерді ескеріңіз. Көшбасшылық пен басқару екеуі де қажет. Бірақ жасанды интеллект басқару тапсырмаларын барған сайын орындап жатқан әлемде адам көшбасшылығы одан да құнды болады. Екі қабілетті де дамытыңыз. Бірақ әсіресе көшбасшылыққа инвестиция салыңыз, бағытты анықтау, міндеттемені ынталандыру және мағына жасау тек адамға тән қабілет. Өз платформаңызды табыңыз, әр мүмкіндікті сіз қалыптастырып, жетілдіре алатын нәрсе ретінде қарастырыңыз. Басқалардың анықтаған шекараларымен шектелмеңіз.